Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Ильясова Гаухар, Серғали Толыбеков атындағы номері 3-ші IT мектеп лицейінің биология пәнінің мұғалімі. Сабақтың тақырыбы жасушалық құрылымдар. Сабақтың мақсаты өсімдік және жануар жасушаларының негізгі бөліктерінің құрылысы мен қызметін түсіндіру. Оқушылар, сіздер төменгі сыныпта жасуша туралы өттіңіздер. Соны бір қайталап өтейік. Жасуша дегеніміз тірі ағзаның ең кіші өлшем бірлігі. Тірі ағзалардың вирустардан басқасы жасушадан тұрады. Яғни бактериялар, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарлар, адамдар жасушадан тұрады. Жасушаны зерттейтін ғылым цитология деп аталады. Жасуша, қабықша, цитоплазма, ядродан тұрады. Жасушаның органоидтарын және оның ірі бөліктерін байланыстыратын түсінік жасушалық құрылым деп аталады. Цитоплазма жасушаның сұйықтығы. Цитоз жасуша, плазма сұйықтық деген мағынаны білдіреді. Цитоплазмада көптеген тіршілік әрекеттері жүреді. Цитоплазмада химиялық реакциялар жүреді және онда ферменттер болады. Плазмалық мембрана, балалар, бұл жасушаның сыртынан қорғап тұрады. Плазмалық мембрана нәруздан және майдан тұрады. Плазмалық мембранада саңылаулар болады. Ол саңылаулар арқылы бір жасуша екінші жасушамен байланысады. Плазмалық мембрана болмаса, жасуша тіршілік етпейді. Плазмалық мембрана жануар жасушасының қабықшасының бірден бір бөлігі болып табылады. Плазмалық мембрана арқылы жасушадан керек емес заттар шығарылып, керекті заттар сіңіріледі. Ал өсімдіктерде ол жасушаның бөлігі болып табылады. Өсімдіктердің мембранасының сыртында жасуша қабырғасы болады. Өсімдік мембранасы жасундықтан тұрады. Ал балалар, келесі жасушаның бөлігі ядро. Ядро көбеюге қатысады. Ядро бүкіл тұқымқуалаушылық процесті ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп тұратын ядрода хромосомалар болады. Ядроның сырты екі мембранадан тұрады. Ол мембранада да саңылаулар бар. Бұл саңылау арқылы ядро мен цитоплазма байланысып тұрады. Ядрошықтан, хромосомадан, гистон деген нәруздан тұрады. Мынау хромосомалар. Балалар, енді жасушаның органоидтарымен танысамыз. Жасушаның органоидтары мембранасыз және мембраналы деп бөлінеді. Мембранасыз органоидтарға рибосома, жасуша орталығы, қозғалыс органоидтары, кірпікшелер, талшықтар жатады. Ал мембраналы органоидтар бір мембраналы органоидтар және қос мембраналы органоидтар деп бөлінеді. Бір мембраналы органоидтарға эндоплазмалық тор, Гольджи жиынтығы, лизосома, вакуоль жатады. Ал қос мембраналы органоидтарға митохондрия, пластидтер, ядро жатады. Енді балалар, органоидтармен танысайық. Келесі органоид бұл эндоплазмалық тор. ЭПТ цитоплазманың ішінде бір-бірімен тығыз байланысқан түтіктерден, көпіршіктерден немесе қапшықтардың жиынтығынан тұратын бір мембраналы органоид. ЭПТ екіге бөлінеді балалар. Мәні тегіс ЭПТ және бұдыр ЭПТ, немесе түйіршікті ЭПТ деп аталады. Түйіршікті ЭПТ-да рибосомалар болады. Ал рибосомалар нәрузды синтездейді. Нәруз синтезіне қатысады. Ал тегіс ЭПТ көмірсу мен майдың синтезіне қатысады. Келесі органоид балалар Гольджи жиынтығы. Гольджи жиынтығы бұлдан бір мембраналы органоид. Ол ЭПТ-ға ұқсас. Ал одан ерекшелігі мембраналары ядроға жақын орналасып, қуыс цистерна түзеді. Гольджи жиынтығының қызметі заттарды тасымалдау, заттарды өңдеу.
Бұлардың құрамында рибосомалар болмайды, яғни нәруыз синтезі жүрмейді, көмірсу мен май синтезі жүреді. Гольджи түтікшелерінің құрамында белгілі бір заттар бар, мембрана көпіршіктері диктиосомалар шығуы мүмкін. Осы Гольджи жиынтығының көпіршіктерінен лизосома органоиды түзіледі. Лизосомалар бұларда бір мембраналы органоидтар. Бұларда литикалық ферменттерге толы мембрана көпіршіктері болады. Лизосома лизис ертемін, сома дене деген сөзден шыққан. Бір нәрсені бұзатын, ертетін, немесе қортатын денешіктер болып табылады. Ал жасушаның өзін-өзі қортуы балалар автолиз деп аталады. Лизосома органоиды бұл жануарларға тән. Келесі органоид балалар рибосомалар. Рибосомалар мембранас органоид. Рибосомалар бұлар кіші суббірліктен және үлкен суббірліктен тұрады. Хромосома ДНК-сында жазылған ақпараттар бойынша өз нәруыздарын синтездейді. Яғни рибосомада трансляция процесі жүреді. Келесі органоид балалар митохондрия. Митохондрия қос мембраналы органоид. Митоз жіп, хондрион дән деген мағынаны білдіреді. Митохондрия бұл жасушаның энергетикалық станциясы болып табылады. Митохондрияның ішкі жағында кристаллар болады. Митохондрияда тыныс алу процесі жүреді. Балалар, біз жануар жасушасы және өсімдік жасушасының құрылымдарымен таныстық. Енді бұлардың ортақ белгілері екеуінде де цитоплазма, ядро, митохондрия, ЭПТ, Гольджи жиынтығы, рибосома болады. Ал жануар жасушасының ерекшелігі плазмалық мембрана жануар жасушасының қабықшасының бөлігі болып табылады. Қор заты гликоген болады. Жануарларда лизосома деген органоид бар. Жасуша бөлінетін кезде жасуша орталығы деген органоид пайда болады. Қозғалыс органоидтары бұл бір жасушалы жәндіктерде талшықтар, кірпікшелер болып табылады. Ал өсімдіктің жасушасында жасуша қабырғасы жасунықтан тұрады. Бұлардың қор заты крахмал болып табылады. Өсімдік жасушасында түс беретін пластиттер болады. Пластиттерде, соның ішінде хлоропласттарда фотосинтез процесі жүреді. Және бұларда баколь болады. Баколь дегеніміз шырынға толы қуыс. Балалар, сіздерге мынадай тапсырма. Кесте берілген. Бірінші бағанада жасушалық құрылымдардың аты жазылған. Екінші бағанада суреттері берілген. Ал үшінші бағанада жасушадағы қызметтері берілген. Осыларды балалар сәйкестендірейік. Ал оқушылар, енді осы тапсырманың жауабын көрейік. Бірінші плазмалық мембрана. Оның суреті 4-ші санда тұрған сурет. Оның жасушадағы қызметі жасуша қоршаған ортамен байланыс жасайды. Ядро ол бірінші сурет. Оның жауабы Д. Жасуша тіршілігін басқарады. Хлоропласт 5-ші сурет. Оның жауабы В. Фотосинтез процесін жүзеге асырады. Митохондрия 2-ші суретте тұр балалар. Оның қызметі жасушаның энергетикалық станциясы болып табылады. Рибосома 3-ші суретте тұр балалар. Рибосоманың қызметі Е варианты, нәруызды синтездейді. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Хош, сау болыңыз.